Ол кісілердің осы уақытқа дейін өздерінің мекемелерінде, пансионатында жұма намазын өткізіп атқарып келді. Оның өзі шариғат талабына сай емес. Бір Қазақстанда, бір елде, бір қалада өмір сүре тұра, мешіттің намаз уақытынан олардың намаз уақыттары ерекшеленеді. Тіпті мен сіздерге айтайын, жаздың бір уақыттарында 10-15 күн арасында олардың мына түнгі біздің құптан намазы бар емес пе? Сол құптан намазының уақыты кірмейді деп, тек қана 4 уақыт намаз оқиды. Сайып келгенде бұл Сүлейменшілердің ұстанған жолы. Ал ол кім? Сүлеймен Хилми Тунахан 1888 жылы қазіргі Болгария республикасында өмірге келген. Түркия билігіне Ататүрік келгенде реформасына қарсы шыққан. Дүние салғанға дейін шәкірт тәрбиелеп, діни білім үйретумен шұғылданған. 1959 жылы